Біздің үйден прикиньте. Қараңдар, какой вид. Мені бірінші рет ауызашарға шақырды. Ура! Соған бара жаттым. Достарым, мен мынандай орамалға келген жоқпын. 5 уақыттан мен бүйтіп жүрем. Сол негізі капец ұзақ откладывать етіп жүрген ғой мен. Өзім дайын емеспін деп. Акация бақтау керек, сол кезде дайын болады екенсің ғой. Сол қорқып жүрсеңдер разрешаю. Бізде уктишкалардың екінші оразасы бүгін. Мен уже екінші күн подряд оразада жүрмін, достар. Ифтар етем. Молодец. Оу. Просто. Остановимся. Все, сейчас что? Қалтамда кілт тауыстайшы. 25 жастағы балаларға айтқым келеді, ешқашан үйленуге асықпаңдар. Қыз деген осы екен деп түрі әдемі болса, құлай кетпеңдер. Оның сырты бүтін болғанымен, ішінде не бар екенін ешкім білмейді. Жүріп жүрген кезде адамның қандай екенін білмейсің, асығып үйленіп алмаңдар. Оданша өзіңді дамыт, оқы, спортпен айналыс, білім ал. Болашақта балам молшылықта өссін десең, бизнес аш, әрекет ет. Осыларды жасап болғаннан кейін қыз өзақ келеді. Адамдарды бір қарап тани алатын боласың. Оның түріне алданып өзіңнің де, оның да уақытын құртпа. Қарындасым жоқ, бірақ қарындасым болса былай айтатын едім. Өзіңді дамыт, өзіңнен еш нәрсе аяма, жігітке ұнайым деп тырыспа, ел не дейді деп ешқашан ойлама, өзің үшін өмір сүр. Сырыңды елге айтқанша туған бауырың айт, ағаң айт. Себебі туған бауырың сияқты саған ешкім жаны ашымайды. Жігіттердің сүйдім дегеніне ешқашан алданба. Жігіт ұнап тұрма, әрекет жасасын, сені қуантсын, бастысы сыйласын. Егер олардан нақты қадам көрсең, ағаңмен таныстыр. Егер ағаң келісім берсе, онымен соңына дейін бар. Себебі жігіттің қандай екенін жігіт қана түсінеді. Мен бірінші шыққан курьерге осы 100.000-ді берем. Бля, бағы шығар. Бір курьер, қараңдар. Бір курьер көріп қалдық, артынан қуып келе жатырмыз. Жай. Ана курьердің артынан келе жатыр. Қашып келе жатыр ма бізден? Бірекен, ана бір курьер көріп тоқтамайды. Тастай. Тастай, брат. Қатсыз. Ана қашып келе жатыр бірекен бізден. Бля, тоқтамайды. Брат! Тоқтамайды, оны бар. Басты. Бүлдіріп кетсін. Бір нәрсе бүлдірген жоқсың, ереже бұзбай жүрсің. Басты бірекен. Қараңдар біз. Қашып кетті ана көрі. Айсам еді? Тіркелгесін ба? Уәде болып қойым да бір оқырмандарға. Сұрақ қоям, сол сұраққа дұрыс жауап берсең, сыйлық берем, хорошо? Өмірінде екі жақын адам айтшы өзіңнің. Ата-ана ғой? Ата-ана? Әкешің, е? Ондай саған бүгінше уәде беріп қойым да бұрыста. Адуши. Рахмет, жауап. Ата-ана қуантуға жетті білем. Өте көп қой ата. Өте көп емес, нәмі. Давай, түсеміз, кәй, брат. Адуши, брат, рахмет. Еңбек берекесі берсін. Просто ауыз ашып келдірген, сен әлі отсың да жұмыста. Красавчик. Давай, кел, ата. О, Қарақалпақстанға жалынды сәлем. Саған бұйырып тұр екендер, адной. Тіркелген екен іште. Саған бұйырып тұр екен ғой. Бір кетсі жүрекке. Көбісі айтады, жақсылықты камераға көрсетеді. Менің түсінігім бойынша олай емес. Мен түсінігім бойынша жақсылықты көп істеу керек, көп насихаттау керек. Ассалам, қалайсың ба? Амансың ба? Жақсы, амансың. Шүкір. Жақсылықты, сыйластықты көп насихаттау керек. Сол кезде жаман контент аз шығады. Жаста кішкентай балдар жақсы нәрсені көп көреді. Әрдайым бірімізді қолдап жүрейік. Осындай контент көрсеңіздер, қайта рекке шығарып жүріңіздер. Сол кезде жаман контент азаятын болады. Менің мақсатым тек қана жақсы контент, жақсы адамдар, сыйластық, бауырлық, достық, бірімізге көмектесіп жүру. Қарапайым қазақ. Айбаш. О,
Ассалаумағалейкум, армысыздар? Здравствуйте, гуддель. 18 жасқа толмағандар көрмесін.